Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен математика пәнінің мұғалімі Бердимұратова Жадыра Абжановна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы теңдеулер көмегімен мәтінді есептер шығару. Сабағымыздың оқу мақсаты мәтінді есептерді сызықтық теңдеулерді құру арқылы шығару. Ал балалар, бүгінгі өткен сабағымызды еске түсіру үшін тапсырмаға назар аударайық. Балалар, бір сан ойлаңыздар, оны бір-біріне қосыңыздар. Шыққан санды 2-ге көбейтіңіздер. Одан шыққан санды ойлаған саныңызға бөліңіздер. Ал балалар, осы тапсырманы орындасақ, бір сан ойлайық, және ол санды бір-біріне қосып, 2-ге көбейтіп, ойлаған санымызға бөлеміз. Сонда 4 шықты ма? Барлықтарыңыздың ойлаған сандарыңыз маған белгісіз болғандықтан x деп аламыз. Сонда бізде бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу шықты. Осы x-тің орнына кез келген санды қойып тексеріп көрейік. Мысалы, араларыңызда 10 санын ойлаған оқушылар бар ма? X-тің орнына 10-ды қойып тексерсек. 10 қосу 10, 20, 20-ны 2-ге көбейтсек 40, 40-ты 10-ға бөлсек 4. Басқа сан алып көрейік. Араларыңызда киелі 7 санын ойлаған балалар бар ма? X-тің орнына 7-ні қойып тексерейік. 7 қосу 7, 14, 14-ті 2-ге көбейтсек 28, 28-ді 7-ге бөлсек 4. Бізде балалар есепті түсіндірген суретке назар аударсақ, бұл бізде Жәутіков Орынбек Ахметбекұлы 1911 жылы дүниеге келіп, 1989 жылы дүниеден өткен. Жәутіков Орынбек Ахметбекұлы математика ғылымының дамуына көп еңбек сіңірген ғалым. Қазақстан Республикасы ұлттық ғалым академиясының академигі. Негізгі ғылыми еңбектері математикалық теңдеулерге, теориялық және қолданбалы механика саласына арналған. Ал енді осы кісіні біз қалай сөйлеткіздік, соған назар аударсақ, қазір жаңа технологияларға байланысты және информатикамен байланысты жасанды интеллект, бұл компьютерлер мен машиналардың адам тәрізді ақыл-ой қабілеттерін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін ғылыми және инженерлік сала. Өткен тақырыбымызды еске түсірдік. Ол бізде ax тең b түріндегі теңдеу бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу деп аталады. Мұндағы x айнымалы, a және b қандай да бір сандар. Ал теңдеуді шешу деп айнымалының орнына қойғанда дұрыс санды теңдікке айналдыратын x белгісіз айнымалысының барлық мәнін табуды айтады. Бүгінгі сабақта мәтінді есептерді сызықтық теңдеулер құру арқылы шығаруды үйренесіздер. Сонымен тағы да экранға назар аударсаңыздар, сурет берілген. Осы сурет арқылы бізге дескриптор беріліп тұр. Сурет бойынша мәтін құрау керек. Теңдеу құрамыз. Берілген теңдеуді сызықтық теңдеу түрінде жазамыз және теңдеудің түбірін табамыз. Ал балалар, кім маған мәтін құрап айтады? Мәтін құрастыратын болсақ, бұл жерде бізге 6-шы А сыныбы және 6-шы Б сыныбы оқушыларының саны берілген. Екі сыныптың оқушыларының саны бізде 56, 6-шы Б сыныбында белгісіз, 6-шы А сыныбы 3 есе артық 6-шы Б сыныбынан оқушыларының саны. Осыған байланысты біз теңдеу құрамыз. 6-шы Б сыныбында X оқушы, 6-шы А сыныбында 3 есе артық болғандықтан 3X оқушылар бар. Енді барлығы 56 болғандықтан X қосу 3X тең 56 деп сызықтық теңдеу құрамыз. Және ол теңдеуді шешеміз. X-ке 3X-ті қоссақ 4X тең 56, X табу үшін 56-ны 4-ке бөлеміз, X тең 14. Сонда 6-шы Б сыныбында 14 оқушы, 6-шы А сыныбында 14 оқушыны 3-ке көбейтсек 42 оқушы. Жауабы 42 оқушы және 14 оқушы. Келесі тапсырма бізде
50 килограмм алмұрт 2 қорап пен 1 жәшікке салынды. Әрбір қорапқа қарағанда жәшікке 14 килограмм алмұрт артық салынған. 2 қораптағы алмұрт салмағы бірдей болса, бір қорапқа қанша алмұрт салынған? Бұл жақта да дескрипторға назар аударсаңыздар болады. Енді осы мәтін бойынша сызықтық теңдеу құрастырамыз. 2 қорапқа болғандықтан, бізде бір қорапқа белгісі болғандықтан x, мәтін бойынша 2 қорап берілген, сондықтан x-ті 2-ге көбейтеміз. Жәшікке 14 килограмм артық болғандықтан, x қосу 14 килограмм деп аламыз. Енді теңдеу жазамыз. 2x қосу x қосу 14 тең 50. Ұқсас мүшелерді біріктіреміз. 2x-ке x-ті қоссақ 3x және 14-ті теңдіктің оң жағына көшіреміз. Таңбасы ауысады. 50-ден 14-ті азайтамыз. Сонда 3x тең 36, 36-ны 3-ке бөлсек, x-іміз 12. Сонда бір қорапта 12 килограмм алмұрт салынған. Келесі тапсырма. Еркін әкесі 36-ға келгенде туған болатын. Қазір оның жасы әкесінің жасынан 5 есе кіші. Еркіннің әкесі қазір неше жаста екенін анықтаңыз. Дескриптор берілген. Ал енді осы мәтін бойынша есеп шығарамыз. Еркіннің жасы бізде белгісіз болғандықтан x жаста, әкесінен 5 есе кіші болғандықтан, әкесі яғни еркінен 5 есе үлкен, сондықтан 5 көбейтілген x жаста деп аламыз. Енді теңдеу құрамыз. 5x азайту x тең 36, 5x-тен x-ті алып тастасақ 4x тең 36, x табу үшін 36-ны 4-ке бөлеміз, сонда 9. Яғни еркін 9 жаста, әкесінің жасын табу үшін 5 есе еркін кіші болғандықтан 5-ті 9-ға көбейтеміз, сонда 45 жаста. Оқушы 40 келесі есеп бізде оқушыға 40 есепті шығару керек еді. Әр шешілмеген есепке 3 ұпайдан жеңіліп отырады, ал әр шешкен есебіне 5 ұпайдан ұтылып отырады. Нәтижесінде ол жеңбеді де, жеңілмеді де. Оқушы қанша есеп шығарған? Бұл тапсырманы орындау үшін әрине бірінші мәтін есепте көбінесе сөздеріне нақты мән береміз. Осы мәтін есепке байланысты теңдеу құрастырайық. Оқушы есеп x есеп шығарсын. Онда шығарылмағаны 40 азайтылған x деп аламыз. Теңдеу құрастыратын болсақ, 5x тең 3 көбейтілген жақшаның ішінде 40 азайту x. Енді жақшаны ашатын болсақ, 5x тең 3-ті 40-қа көбейтеміз 120, 3-ті x-ке көбейтсек азайту 3x. Енді айнымалысы бар өрнектерді сол жаққа жинақтаймыз. Қарама қарсы таңбамен ауыстырамыз. 5x қосу 3x тең 120. 8x тең 120, x табатын болсақ, 120-ны 8-ге бөлеміз 15. Жауабы оқушы 15 есеп шығарған. Сонымен балалар, бүгінгі тақырыбымыз түсінікті деп ойлаймын. Назарларыңызға көп рахмет.